Барлық қазақстандықтарды, әсіресе мына таэквондошылар, таэквондо жанұясын әлемдік чемпионатта медальмен құттықтаймын. Бүгін Надира қызымыз қола жүлде алып, 6 жылғы үзілістен кейін біздің туымыз қайттан көтеріледі. Әлем чемпионатында өте қуанышты. Енді 2 күн қорытылайтын болсақ, одан бөлек Абубакиров Самирхан, Қаблан Бейбарыс және Севастьяно Мария шықты. Үшеуі де өте жақсы өнер көрсетті. Тартыс кездесулер өтті. Қаблан Бейбарыс әлем чемпионы, әлем жүлдегерін ұтып тастады. Бүгін Самирхан да соңына дейін айқасты. Ширек финалда кішкене ғана жетпей қалды. Қарсыласы өте азулы, тәжірибелі спортшы, әлем жүлдегері, олимпиаданың 2 дүркін жүлдегері. Бірақ алда да жұмыс істеу керек. Алла қаласа Самирхан болашағынан үміт күттіретін спортшылардың бірі. Енді тағы да 5 күн жарыс қалды. Алла қаласа қалған спортшылардан жақсы нәтиже күтеміз.